Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жаман деген немене? Жаңа сөздер: жалқау, еріншек, жалқау емес, ерке, жаман, таста. Оқылым. Екінші тапсырма, 41-ші бет. Сұраққа жауап бер. Жалқаубек қандай? Әлібек қандай? Жалқаубек жалқау бала. Ол сабақ оқымайды. Киімдері шашып тастайды. Оның бөлмесі лас. Әлібек жалқау емес. Ол сабақты жақсы оқиды. Оның бөлмесі таза. Ол еріншек емес. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді оқиды, 1 балл. Әлібек қандай деген сұраққа жауап береді, 1 балл. Жалқаубек қандай деген сұраққа жауап береді, бұл 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 2 балл. Жазылым тапсырмасы, 4-ші тапсырма, 41-ші бет. Диаграмманы толықтырып жаз. Жаман деген сөзге қандай сөздер жатады? Мысалы, еріншек. Диаграмманы толықтырып жазамыз. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші диаграммаларды толықтырып жазады. Әр толықтырылған диаграммаға бір ұпай санынан беріледі. Сөздерді жазу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар оқушылар.